Сәлеметсіздер ме, қымбатты 6-шы сынып оқушылары? Қазақ әдебиеті сабағынан бүгін біз тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым атты тарауды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау, әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Балалар, алдымен біз мына сұрақтар төңірегінде ойымызды ортаға салайық. Тәуелсіздік деген не? Бодандық деген не? Желтоқсан оқиғасы туралы не білеміз? Яғни өз ойымызды айтар кезінде біз суреттерді пайдаланамыз. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі дедім. Ол өлеңнің авторы Ерлан Жүніс. Ерлан Жүніс туралы мынадай ақпараттарға назар аударайық. Ерлан Жүніс 1984 жылы 7 қарашада Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, мамандығы әдебиетші, филолог. Ерлан Жүніс өзінің алғашқы жүлдесін 2001 жылы Абай оқуында алған еді. Ол халықаралық шабыт фестивалінің бас жүлдесін 2006 жылы алды және үздік журналист байқауының алтын белгісін 2009 жылы алған дарынды, талантты жас ақындарымыздың бірі. Енді сіздермен «Менің атым тәуелсіздік» өлеңінің мәтінімен оқып танысайық. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда сонықтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан, сол күні жаңа әнұран айтып оралған, сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын, ол жайлы күннен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын, онсыз да оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да, аңыз ұнаған, жаралған күннен ол жайлы. Дегенде шығар бодандық жайлы білмесін, сен түсін дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте, ұлына бірақ айтпапты кісен, құлдықпен түрме бүргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол ездікті, ұстатқан қалам ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек, ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем, жонарқам менен, мың жылдар өткен ұлы елім. Ұлылық жайлы ойлайды басқа жап-жас шақ. Ұлы қорғандардың кереуін көрген жүрегім. 6 жасында ақырын көрген алыптың. Тәуелсіздікше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Балалар, енді әдебиет теориясына назар аударайық. Ерлан Жүністің бұл шығармасы әдебиеттің поэзия жанрына жатады. Поэзия жанры лирика, эпос, драма бөлінеді. Лирикалық шығарма көлемі ықшам, сюжеті жоқ, отты сезім жинақы бір алуан ойға құрылады. Лирикалық образ сыршыл, өлеңдегі ақын бейнесі, оның ішкі бітімі, көңіл күйі, сезімнен жасалған кейіпкер. Яғни Ерлан Жүніс өзінің
менің атым тәуелсіздік шығармасындағы, яғни лирикалық кейіпкері ақынның өзі болып табылады. Енді балалар, біз өлеңнің мазмұнымен таныстық, талқылау сұрақтарын талқылайық. Яғни шығарманың тақырыбы, шығарманың идеясы, шығарманың жанры, шығарманың тәрбиелік мәні қандай? Енді өзімізді тексерейік. Шығарманың тақырыбы тәуелсіздік, еркіндік, азаттық. Шығарманың идеясы тәуелсіздіктің оңай жолмен келмегенін өскелең ұрпаққа ұғындыру. Шығарманың жанры поэзия, өлең, лирикалық өлең. Шығарманың тәрбиелік мәні тәуелсіздікті ұрпақтан ұрпаққа аманат ету. Шығармадағы әлеуметтік мәселелер қандай? Балық қаңқасы әдісі арқылы өлеңде көтерілген мәселенің себептерін тауып, дәлелдеп, қорытынды жасайық. Яғни, өзімізді тексерейік. Мәселе тәуелсіздік, себептер бодандықта болу, 6 жастағы баланың үнсіз түсінуі. Дәлелдер алып қорғанның құлауы, ананың көз жасы, қазақ халқының көз жасы. Қорытынды тәуелсіздіктің таңы атты. Халқымыздың басынан көп қиындық өтті. Әр қазақ тәуелсіздікті бағалау, сақтау, құрметтеу керек. Енді балалар, екі жақты күнделік әдісі арқылы өлеңнен үзінділер алып, оған түсініктеме берейік. Яғни, алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың, аңыз ұнаған, жаралған күннен ұлжайлы. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Енді өзімізді тексерейік. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Бұл түрек сөзде, балалар, азғантай ғана қазақ халқы тәуелсіздік аламын деп айта алды. Аңыз ұнаған, жаралған күннен ұлжайлы. Анасы қазақ халқының күннен жаралғаны жайлы баласына аңыз айтты. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздікті өз ұрпағына анасы секілді аманат ететінін айтқан. Не балалар, бүгінгі сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Сабағымызға әңгімелесуші серіктестер арқылы кері байланыс жасайық. Яғни бүгінгі сабақта сізге не оңай болды, не қиын болды, және не білгіңіз келеді. Ойымызды комментарийға жазып қалдырайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.